Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде сауатташу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қысқы орманға саяхат. Қысқа и дыбысы мен әрпі. Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым арайлап атқан күнге. Бүгін қысқа и әрпімен танысатын боламыз. Мынау қысқа и әрпінің баспа түрі. Әріптің баспа түрі кітаптарда, газеттерде, журналдарда кездеседі. Ал мынау қысқа и әрпінің жазба түрі. Жазба түрін біз өзіміз қолымызбен жазамыз. Енді қысқа и дыбысы естілетін сөздерді тыңдап көрейік. Қысқа и әрпі. Қысқа и әрпі. Ай. Ай. Айран. Айран. Шәй. Май. Шәй. Май. Қой. Қой. Тай. Тай. Көйлек. Көйлек. Айна. Айна. Енді қысқа и дыбысының сөз ішіндегі орнын анықтап көрейік. Йод. Йод деген сөзде сөздің басында. Йогурт. Йогуртта да сөздің басында кездеседі. Енді қараймыз, шәйнек. Шәйнек деген сөзде қысқа и әрпі сөздің ортасында. Май сөзінде сөздің соңында кездесіп тұр екен. Сонымен балалар, қысқа и дыбысы дауыссыз дыбыс сөздің басында, ортасында және аяғында кездеседі екен. Енді қысқа и әрпі туралы ертегіні тыңдап көрейік. Бір күні бір әріп өзінің қасында тұрған көршісіне ән айтайық депті. Достым, ән айтсақ қалай болады екен? Сонда көршісі, ой, мен ән айта алмаймын ғой, депті. Сонда әлгі көршісі, ал сен айтып көр, депті. Досының көңілін қимаған көршісі, айтсам айтайын депті. Сөйтіп, деп айта алмапты. Ой, сен шынымен де ән айта алмайсың ба? Барлық дауысты дыбыстар ән айтады емес пе? Деп таңғалыпты. Сонда көршісі, мен дауысты дыбыс емеспін. Мен и әрпі болғанымен, мен қысқа имін деп жауап беріпті. Мен ай сөзінде кезігемін. Ай сөзінде адан кейін кезігіп тұрған мен қысқа имін. Сол сияқты кәдімгі балалар жеп жүрген май сөзінде кезігемін. Май сөзінде сөздің соңында тұр. Түсінікті, ал сен неліктен қысқа и болдың? Деп сұрапты досы. Мен қысқа и болмасам, ай сөзі болмас еді. Ай сөзі мен болмасам, ай деп созылып кететін еді. Ал созылып айтылса, ай емес, бір жерін ауыртып алған адамның сөзі болып шығатын еді, депті и қысқа и. Сондықтан да қысқа и мен керекпін деп жауап беріпті. Екеумізде и әрпіміз, бірақ менің төбемде ноқатым бар депті. Содан бері и дауысты дыбыс болып, қысқа и дауыссыз дыбыс болып, екі көрші әліпбиде тату-тәтті өмір сүріп келе жатыпты. Балалар, и дыбысы мен қысқа и дыбысының айырмашылығын түсіндік қой, И дауысты дыбыс, қысқа и дауыссыз дыбыс. Енді кітабымызды ашып, кітаптағы тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырмада суретте не болып жатыр деп ойлайсың дейді. Суретке қараймыз, нені көріп тұрмыз, өзіміз әңгімелейміз. Бізде астында сұрақтар берілген. Орман қандай тамаша? Орманға кіммен бардың? Орманнан тиімді көрдім. Бұлар қандай сөйлемдер? Артына тыныс белгісін қоямыз. Орман қандай тамаша деп біз адамның көңіл күйін білдіріп айтып тұрмыз. Демек, бұл бізде лепті сөйлем. Ондан кейін орманға кіммен бардың деп бізден сұрап тұр. Демек, бұл сұраулы сөйлем. Одан кейін орманнан тиімді көрдім деп өзінің не көргенін хабарлап айтып тұр. Демек, бұл бізде хабарлы сөйлем екен. Екінші тапсырмада бізде суреттер берілген. Осы суреттерге қарап, заттарға ортақ атау бер дейді. Бұлардың бәрін біз не дейміз? Қарап отырсақ, бұл тек қыста киетін киімдер екен. Демек, біз бұларды қыстық киімдер дейміз. Енді осы суреттегі сөздерді айтып көрейік. Және қай сөзде қысқа и дыбысы бар, соны табайық. Бірінші бізде малақай. Одан кейін мойын орағыш.
қолғап, бәтеңке және пима. Осы сөздердің қайсында біз қысқа и дыбысын естідік? Үшінші тапсырмада біз инелік, қайың, тиын сөздерін буынға бөліп айтамыз. Және осы сөздердегі и мен қысқа и әріптерінің орнын анықтап табамыз. Төртінші тапсырма бізде қысқа и әрпімен таныс бол дейді. Үй үстіне айшық салсаң өң берер, қысқа и болады, дауыстыдан соң келер дейді. Балар, и дыбысы мен қысқа и дыбысының айырмашылығы, қысқа и дыбысының үстінде айшығы бар. Балалар, енді кітаптағы тапсырманы орындап болсақ, дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерге қысқа и әрпін және сөздерді жазып шығамыз. Тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасаймыз. Осымен балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.